Зат есімнің септік жалғаулары. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулар дейміз. Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктері. Септіктің атауы сұрақтары. Атау септік кімне, ілік септік кімнің ненің, барыс септік кімге, неге, қайда, табыс септік кімді, неде, нені, жатыс септік кімде, неде, шығыс септік кімнен, неден, көмектес септік кіммен, немен сұрақтарына жауап береді. 7 септіктің жалғаулары. Атау септігінде арнайы жалғауы жоқ. Ілік ның, барыс септік сға, ге, қа, ке, а, е, табыс н, д, т, жатыс да, де, та, те, шығыс на, нен, дан, ден, көмектес мен, бен, пен жалғаулары жалғану арқылы